Баршаңызға сәлем достар, бүгін мен сіздерге дәмі ауызда еритін оқушы жасай алатын бүкілінің үйінде бар ингредиенттардан тұратын пирогтың рецептісімен бөлісетін болам. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ал ендеше кеттік. Ең алдымен бір ыдысқа қант, үстіне сүт қосып, жақсылап араластырып шығамыз. Енді массаға какаоны кішкенеден сала отырып араластырып шығамыз. Кейін массадан 100-200 мл бөлігін алып қаламыз. Енді массаға жұмыртқа қосып жақсылап араластырамыз. Шым-шым тұз қосамыз. Сонан соң електен өткізілген ұнды саламыз. Ванилин немесе ванильный сахар және көпсіткішті салып жақсылап араластырамыз. Кейін сұйықмай қосып, тағы араластырамыз. Мінекей массаның консистенциясы осындай болу қажет. Енді тік төртбұрыш формаға біздің массаны құямыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста толық піскенге шейін біздің пирогымызды салып пісіреміз. Піскен соң массаның екінші бөлігін вилкамен араластырып, пирогтың үстіне құямыз. 5 минуттай духовкаға саламыз. Міне достар, өте дәмді, өте биік, күшті болып пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы видеоға лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.